Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 30 мамыр 2026 жыл. Міне, осыда мен 1987 жыл болса керек. Осы бар жоғы 10 жасымда Рассвет 307 деген біздің үйде, сол Кеңес одағында ақ қара түсті түсіретін теледидар бар еді. Содан время деген, уақыт деген кешқұрын теледидардан көретінбіз. Әкеміз отырып, баршамыз сол ақпарат тыңдайтын едік. Сонда айтып жататын еді әлгі времядағы жүргізуші. Михаил Сергеевич Горбачев бүгін Днепропетровскінің тракторный заводқа өзі барды. Трактористермен сөйлесті. Олардың жалақысы, тұрмыс тіршілігімен біте қайнасып, күйбің тіршіліктегі барлық мәселелерін қамтыған дүние деп кәдімгідей Горбачевті көрсетеді. Жалғыз өзі, ешкім жоқ қасында, барып трактористімен бірге шай ішіп отқанын көрсететін еді. Сосын олай-бұлай жүргенін, сол бірінші хатшы Кеңес одағының деп барлығын ақпараттардан мен кішкентай баламын, түсінем. 1989 жылдары сол жаңалықтарды көретінбіз. Енді арадан міне қанша жыл өтті, Кеңес одағы білесіздер, ыдырағаннан кейін біз енді ер жеттік. Жасымыз міне 2026 жыл биыл 49-ға толамыз, Құдай қалап нәсіп қылса. Енді заманына қарай, адамына қарай амалы демекші. Міне 27 мамыр 2026 жылы Астана қаласына Ресей Федерациясының президенті Владимир Владимирович Путин келгеннен бастап, міне 3 күн бойы осы Астанада болды ол кісі. Соны әуежайдан күтіп алғаннан бастап, міне бүкіл жер жаһандағы барлық ақпарат құралдары Путиннің Астанаға келгенін талқылап айтып жатыр. Француз тілінде, жапон тілінде, Қытай тілінде, ағылшын тілінде, Америка, Еуропа бүкіл кортеж дейді ғой. Жер үстінде вертолеттермен, ана жерде 100 адам неше түрлі көліктерге мініп алып, полиция жолдың бәрін жауып, Астанадағы бүкіл көлікті жүретін жолдың бағыңызды мәңгілік ел Ақордаға келгенше бүкіл жерде жауып тастап, тек қана сол кортежбен жүріп жатқанын барлығын көріп отырмыз. Осыншама жаны тәтті екен шіркін. Құдайға да жанын бергісі келмей ма? Құдай-ау, осынша бәрібір ертеме кешпей алатын бесенеден белгілі ғой. Әшейінде Владимир Зеленскийді ол комик, сайқымазақ дейді да, іс жүзінде содан өлердей қорқады. Енді біздің билік Путиннен өлердей қорқатынын біз бақылап көріп отырмыз. Сұмдық енді, қарап отырсаңыз, соның алдына түсіп, қызыл кілеммен әуежайдан күтіп алғаннан бастап, іржалаңдап, құшақтап, Путинді кәдімгідей аймалап, көріп, сырт көзге бір орақы көрінеді, бір түрлі өкінішке қарай. Түсінеміз, саясат, сайқал, дипломатиялық екі арасында қарым-қатынас, 7586 шақырым Ресей мен Қазақстанның шекара аймағы қамтылған. Жалпы осылай алдына түсіп, иіле берудің не қажеті бар деген сұрақ туындайды. Бірақ амал жоқ. Мына жағы аю, мына жағы аждаһар Қытайға, біз қақ ортада Евразияның орталығында орналасқан мемлекет болғандықтан, жалпы олардың арасындағы қарым-қатынасқа біз тікелей, бізге қазақ еліне тікелей байланысты болғаннан кейін, амалдың жоқтығынан біздің осындай алпауыт екі мемлекеттің ортасында отырмыз. Сондықтан түсінікті ғой оның барлығы. Дипломатиялық қарым-қатынас деген бұл өте нәзік һәм күрделі процесс. Міне кеше 29 мамыр Астана қаласында өткен Евразиялық саммит өтті. Еуропалық экономикалық союздың. Өзбекстан Республикасының президенті Мирзиёев және Қырғызстанның президенті Садыр Жапаров та келді, Белоруссияның Лукашенко келді. Сөйтіп Путин Арменияның министрін жібере салды. Пашинянның өзі келген жоқ. Енді ол ауырып қалдым. 7 маусым оларда парламент депутатының сайлауы өтеді. Сол кезде шығып, мен әріптестеріме өз ойымды ортаға салам деп жатыр. Жалпы Арменияны Ресейдің бар мақсаты уысынан шығарып алмау. Ол өйткені Европаға, Евросоюзға қосылмақшы болып жатқандығын бәрі көріп біліп отырсыздар. Сол 7 маусым күнгі Арменияның сайлауына тікелей астыртын Ресей қаржы бөліп, өзінің адамын сайламақшы болып жатыр деп ұзын-құлақтан естіп жатырмыз. Енді оның уақыттың еншісінде жалпы осы Ресей бізді уысынан шығарып алғысы келмейді. Евразиялық экономикалық союз дейді, ана союз, мына союз, әйтеуір бізді бар мақсаты
жылда осы мамыр айының ортасында Реджеп Тайып Ердоған, Түркияның президенті келеді. Бір апта өтеді, артынан Путин келеді. Неге бұлай алып кетті деген жөнді сұрақ туындайды. Өзінің адамын, Склярды тағайындап кетті. Әрбір жатқан тұрғанын Қасым Жомарт Тоқаевтың Скляр біліп отыр. Өйткені президент аппаратының басшысы. Алдын ала қашан, қай кезде, қайда баратын барлығын тыңдап біліп отырғандықтан барлығын Путинге айтып отыр. Оның бәрі көріп білініп отыр ғой. Оның бәрін саясатта жүрген, саясаттың жаңағы хабары бар адамдардың барлығы біліп байқап отыр. Міне, сондықтан бұны айтып отқан мақсатымыз, жалпы осылай қарым-қатынас басшылар қол алысады, оның арты түсінікті. Біздің әлі күнге дейін шықпа жаным шықпа деп, біздің өйткені қауқарлы әскеріміз жоқ. Жалпы олармен тайталасатын Евразия экономикалық союздағы мақсаты, әрине біз тең дәрежеде сөйлесеміз дейді. Іс жүзінде Ресейдің халқының саны 140 миллион. Біз бәрібір тауар айналымдар осы жылдар бойы, міне 29 мамыр туған күні дейді. 10 жыл бұрын жаңағы Назарбаев Нұрсұлтанның инициатива дейді ғой, өзінің қалауымен осы Евразия экономикалық одақтық біз құрғанбыз, міне туған күні деп жатыр кеше. Енді осының бәрін бақылап отырған ретінде бұл саясаттан біз қалып қоймауымыз керек. Әрине бұның барлығының басқасында Путиннің достары ретінде енді Сириядағы тасталқан шығып, оның Басар Абад деген жаңағы Сирияның басшысын Ресейде тығылып отқаны білесіздер. Одан кейін жаңа Венесуэланың бастығын Америка алып кетті өзінке. Венесуэла секілді өзінің жақтасын Ресей айырылды. Енді жақында Кубадан айырылады деп жатыр. Мына жағы Иранға, міне әрі соғыстың салдарынан Ресейдің арасында қарым-қатынас күйреді. Жалпы жер жаһанда Ресейдің достарынан айырылып атқаны бесенеден белгілі. Сондықтан оған достасатын басқа мемлекеттерге бару келуінің өзі шектеулі. Сондықтан біз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір адамның баласындай, бір қолдың саласындай бірігуіміз керек деген сөзді кеше Путин айтып қалды. Және Қасым Жомарт Тоқаевтың атын әлі күнге дейін дұрыс айтпайды. Сергон деп бір айтты, Кемалович дейді, Жамалович, Жаманович. Не осы соны айтады, әдейі жасайды деген ой туады. Аты жөнін дұрыстап Қасым Жомарт Кемелұлы деп айтса болады ғой. Жоқ, айталады ол. Бірақ әдейі айтатын секілді келе-келеп мен саған үлкен ұлы державамын, не айтсам да өзім білем деген сыңай танытады. Өйткені адамның толыққанды дұрыс айту керек қой адамның аты жөнін. Әдейі сайқымазақ қылып отырғандығы бізге ашынтады. Біздің басшымызға неге бұлай күліп қарайды әлі күнге дейін. Енді осылай немене біз жылдар бойы айтып келе жатырмыз. Сондықтан осы қарым-қатынастың арты неге алып келеді? Жалпы біздіге пайдалы ма? Әрине пайдасыз. Бұндай одақтардан біз Кеңес одағында да пайда көрген жоқпыз. Әлі күнге дейін сол Ресей басшы, мен қосшы деген секілді, әлі күнге дейін Ресейдің ықпалынан біз шыға алмай отқан елміз. Расында да бүкіл біздің жер асты үстіндегі мұнайымыз болсын, газымыз болсын, Ресей арқылы Европаға сатып отырмыз. Сондықтан вольфрамды кеше Америка өзінің Қарағандыдан шығатын вольфрамның өзінің несіне пайызымен өзіміз қазып аламыз деп келісім шартқа қол қойып кеткендігі. Сондықтан бұны өте редкий ископаемый дейді ғой, өте сирек кездесетін бағалы заттарға Америка мұқтаж. Сондықтан біздің елмен қарым-қатынасты күшейтпекші. Бізде оны мамандар жоқ, оны қазып алатын, қазба байлықтарын алатын не заводың жоқ, дымың жоқ болғаннан кейін солай келісім шартқа Америкамен қарым-қатынасты байланыстырып атқан көп векторлы саясат Назарбаев салып кеткен сара жолы. Бұл кісі Тоқаев жалғастырып жатыр енді. Енді ол біздің елімізде болып жатқан дүние. Енді 25 мамыр соңғы қоңырау деп Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен деген кішкентай ғана қалашық та жаңағы бітіріп жатқан жаңағы мектеп түлектері 20 қара джип, қара ақ джипке мініп алып асыр салғанын әлеуметтік желіде көріп қалды. Оған білім министрі Сүлейменованың өзі расында да солай болған болса, біз жауапқа тартамыз, пәлен түген деп жатыр.
неге олар Оксфорд, Кембридж, Гарвардты бітіріп жатқан жоқ, қарапайым ауылдың мектебін бітіріп осындай даңғаза даңғыртпен есі кетіп елеріп ата бабасы тіріліп келгендей олардай шулап жүрген тек біздің жастар, қазақтар. Өкінішке қарай осылай жылда айтамыз, бірақ құлақ асып жатқан жұмыр басты пендені көре алмаймыз, өкінішке қарай. Сондықтан еліміздегі қазір әртүрлі салада осындай білім саласына аса назар аудару керек. Енді олардың алдында бәрі 5 емтихан күтіп тұр. Оның қалай тапсыратын бір құдайға аян. Сол кім жоғары оқу орнына түсе ма, түспей ма, ол жағы да қараңғы, әлі белгісіз. Сондықтан бұл түлектерге тілеріміз үлкен өмірге қадам басып жатыр. Сәтті болсын жастарымыз. Бірақ енді осындай келеңсіздіктер түнімен таңды күтеміз деп шала бүлінеді. Жылда осыны қадағалайтын, алдын ала ескертетін білім министрін көрмей тұрмыз. Осы тәуелсіздік алғанның төңірегінде білім министрі 17 адам ауысты, бірақ түк шыққан жоқ. Бір-бірінен реформа жасағысы келеді, іс жүзінде түк те нәтиже жоқ. Сондықтан тек қана кітапты жыл сайын ауыстырып басқа басып шығара береді, оның сапасы мен оның ішіндегі тәжірибесі өкінішке қарай көңіл көншітпейді. Міне, сондықтан білім болмаған жерде ештеңе де болмайды. Ал енді жаңағы біздің осы түлектерге айтарымыз, осылай қылып шала бүлініп жатады. Ата-аналар қаржы жинап, оның ішіндегі белсенді ата-аналар, жаңа мектепке барсаң директорлар біздің ешқандай қатысымыз жоқ ол ақшаға деп шығады. Жылда бір көрініс қой сол. Кеңес одағы ыдырағаннан бері әлі күні айтылатын дүние. Бізде мектеп бітіргенбіз, бірақ бізде оның біреуі де болған жоқ. Осылай бүгінгі таңда осындай бітірушілерге көріп таң тамаша болып, әлеуметтік желіден қара біз лайк бас, комментарий жазудан басқа ешқандай нәтиже шықпай жатыр өкінішке қарай. Сондықтан бүгінгі міне жаңағы Ресейдің президенті келіп кеткен бүкіл олардай шулап жатыр жер жаһандағы ақпарат құралдары. Сол Путинді қорғауға бір рота емес, батальон адамдар, полициялар әрбір 10 метр сайын қойып қойған. Сол бүкіл жердің бәрін жауып тастаған, бүкіл Астананың көлік жүргізушілерінің бәрін қинап тастады. 2 сағат, 3 сағаттай күтіп тұрып, кейін ол кісілер өткеннен кейін барып жүргізетін болды. Міне, бүгінгі көріп отқан дүниемізді біз айтуға мәжбүрміз, өйткені ағартушылықпен айналысып жүргеннен кейін біле жүрсін, көре жүрсін деп енді шалғайдағы ауылдар не болғанын Құдай білсін. Біздің Астанадағы бүгін көрген дүниемізді ортаға салып отырмыз. Лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Көріскенше күн жақсы, сау, саламат болыңыздар.